Абай облысы төтенше жағдайлар департаменті мемлекеттік өрт бақылау басқармасының басшысы азаматтық қорғау подполковнигінің қатысуымен баспасөз конференциясында облыс төңірегіндегі мәселелер талқыланды. Соның бірі жылыту кезеңі бойынша іс-шаралар жоспарын орындау мақсатында 2023 жылғы 13-17 қараша аралығында Семей қаласының аумағында жатақхана профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Семей қаласында барлығы 31 отбасылық типтегі жатақхана бар. Оның тек 2-сі ғана жатақхана мәртебесіне ие. Қалғандары тұрғын үй ретінде жекешелендірілген. Осы нұсқама бойынша Семей қаласында негізі жатақхана типті 31 нысан тіркелген. Оның ішінде 2-еуі таза жатақхана ретінде тіркеліп отыр. Осы жаңағы жатақханаларда Семей қаласының төтенше жағдайлар басқармасы, полиция басқармасы, жергілікті атқарушы орган мен және волонтерлік ұйым лидер кезет осы кісілермен бірігіп 13 мен 17 қараша аралығында көптеген іс-шаралар өткізілді. Жаңа рейдтік іс-шара, оның ішінде круглый стол, осындай және де спектр газетіне, Семей қаласының ТВК-6 телеарнасына сұхбаттар берілді. Жаңағы тұрғындармен викторина дейді сұрақтар қойылып, біраз осындай іс-шаралар өткізілді. Іс-шара барысында 1600 бөлме қамтылды, жадынамалар табыс етілді. Сондай-ақ тұрмыстағы өрт қауіпсіздігінің негізгі ережелері түсіндірілді. Азаматтарды қамту 3400 адамды құрады. Өрт қауіпсіздігі ережелерінің бір қатар бұзушылықтар анықталды. Олардың қорытындысы бойынша құзыретті органдарға жатақханалардағы өрт қауіпсіздігінің ағымдағы жай-күйі туралы хаттар жіберілді. Датчиктер ол негізі жеке от жағатын жеке тұрғын үйлерге орнатылады. Ал мынандай жатақханалар бізде от жағатын жатақханалар жоқ қой. Сондықтан ол кісілерге жарнама береміз. Шығу жолдарын бөгет жасамау, мебель қоймау. Қазір бізде көп қой. Баланың коляскасын, велосипед, сол шығу жолдарына және эвакуациялау жолдарына адамға бөгет болмау үшін сондай нәрселерді қоймауға, және электр жүйесін тоқ жүйесімен дұрыс қолдану арқылы осындай түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Жүргізіліп жатқан профилактикалық жұмыстар әлеуметтік желілерде және баспа басылымдарында мақалалар жариялау арқылы жарияланды. Темірлан Рысбек, Мубарак Айкебаев, Алишер Абилов, ТВК, Алты арнасынан.